Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге өте дәмді, жылдам жасалатын, құрамына ешқандай майонез қоспайтын пайдалы салаттың жасалу жолын көрсетемін. Заттарының барлығы қолжетімді, бар болған 3 қана заттан өте тойымды салат дайындаймыз. Алдымен кабачкиді жақсылап жуып, дәл осындай қалыңдықта жіңішкелетіп турап аламыз. Кабачкилерді ешқандай майға қуырмаймыз. Енді ұзыншалап туралған кабачкилерді ыңғайлы ыдысқа саламыз. Үстіне 1 ас қасық ұн саламыз. Және 1 жұмыртқа саламыз. Және жарты шай қасық тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді табамызды азғантай майлап аламыз. Енді кабачкилерді салып, бір тегістеп аламыз. Енді дайын болған кабачкилерді қызып тұрған духовкада 250 градуста 20-25 минут уақыт аралығында пісіріп аламыз. Біздің кабачкилеріміз пісіп шықты. Дайын болғаннан кейін міндетті түрде салқындатып аламыз. Майдалап туралған сарымсақ саламыз және қиярды да дәл сондай ұзыншалап тураймыз. Мен қазір 2 дана қияр қостым. Келесі бізде қызанақ. Қызанақты да дәл сондай ұзыншалап тураймыз. Енді барлығын ыңғайлы бір ыдысқа саламыз. Ас көктер қосамыз. Мен қазір кинза және укроп қостым. Барлығын ұсақтап тураймыз. Енді дәміне қарай аздап тұз саламыз. Және 2 ас қасық зәйтүн майын құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің жылдам жасалатын өте дәмді, дәрумендерге бай салатымыз дайын болды. Дайын болған салатымызды бірден дастарханға қоя берсек болады. Ыдыстарымызға әдемілеп жайғастырып саламыз. Бұл салатты қонақтарыңызға да ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, дастарханда ашатын салаттардың бірі болады. Осымен біздің жылдам жасалатын, құрамына ешқандай майонез қоспай, өте дәмді, пайдалы салатымыз дайын болды. Құрметті көрермендер, менің каналымды қолдап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.